Байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ, саяын телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалж үзлийн эндар байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх болно. Аймгийн гүрийн сааттолд байрлалдаа 6 болон 10 дугаар байгийн газар нутагт 25 га болон 12 га талбайтай газарт мод тарих үйл ажиллагаа 2014 онд хийгдсэн билээ. Тухайн хашаан дотор тариалсан мод одоо хүртэл ургахгүй байгаа бөгөөд жил болгон нэмж мод тарихын оронд тухайн газрын модны ургалтанд анхаараасай гэсэн иргэдээс ирсэн мэдээллийн дагуу манай сурвалжлах бах газар дээрээс нь мэдээлэл хэлээ. Тухайн хоёр хашаанд манаач хийж буй иргэдийн хэлж байгаагаар нэг хашааны мод нь сайн ургаж байгаа бөгөөд нөгөө хашаа нь голын ус доошлсноос болоод усалгааны асуудал нь хүндрээд ургах нь удаашраад байгаа гэсэн хариулт өглөө. Мөн тухайн 40 гаруй талбайтай газрыг анх барихдаа татсан торон хашаа болон усны хоолойн удаан хэрэглэсний улмаас соорсон хэрэглэхэд хэцүү болсныг мөн дурдлаа. Ингээд та бүхэнд энэхүү манаач нарын яриаг хүргэж байна. Хашаа кишкийн нашир хашаамыз. Ол нэнд батта деп айта алмаймыз. Шиердар дәрсе дурак битет ол нашар. Именно энэ жетсэндээ тэгээд biz байнга суурамыз. Өндөөс суурамыз. Тэг гэнэ энэ күн суг боттор нэгс күн сугтан бопна суг авчиж нараад 360 мотор бар. Сонын суурамыз. Сол энэ л Суараа транспортлараас қанша жеткілігі қандай? Жалпы осы қашағыз көлемі қанша? Көлемі енді 1 километрге таяуайды. Көлемі. Құралдарыңыз жеткілікті ме? Біз менде болғанда енді чәленгі жеткілікті. Енді біздің бас жақта қаша бар, 2 қаша ғой біздікі. 2-3 бар біздің. Бізде болғанда чәленгі нашар. Чәленгі тозып кеткен. 5 жыл болды енді өзіміз. Чәленгідер жарылып күнге күйіп. Тозып тұр енді басқа. Осыған жауапты мекемелерден келіп жалпы сіздерге тақауыр қандай бір не қоя ма? Ақша мәселесі шешілмейді дейді кішкене енді сол жақ. Қиын болып тұр енді сол. 14 онд байгууллагатай сошиал байгууллага талбай байгаа. Тэгээд 18 он бол энэ моторын асуудал жоохон өндөрч мотор шатаад дараагаар шин мотор авчирсан. Тэгээд шин мотор авчирсангүй шаланкны асуудал өндөрч эхэлсэн. Тэгээд усалгаа бол жоохон дутмаг байгааг нь зөвшөөрөх тийм бол буруу юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ 500 м шаланг маань задарсан, хагарсан нөгөө ноцоосынхаа юу гачаадаа дийлдэггүй одоо 5 гаруй болчихлоо. Тэгээд тийм хүндрэлээс болоо жоохон удаашралтай байна. Ер нь бас тэрийгээ хараа явж байхад дотороос ямаа бүр яваад байсан. Хашааны энтент бас нөгөө хашааны Одоо энэ байгаа. Тэнд бол одоо энэ манай хөршүүд өчтөчнө Ямата хөрштэй айдууд бид нар очиод энэ зөвөө хэлдэг энэ тоорыг ингээд бид нар янзлаад байна. Та нар ингээд бүхэр малдаа эзэн болооч асуулт тавих бид нар та нар өөрсдийнхөө чанаргүй хашаамж бид нар малаа яадаг ингээд хамт яриад орж ирдэг. Ер нь энэ хашааг хэзээ айсан? 14 оны 5 сард байгуулсан. Солиогүй. Тэр барьж байгаа. Төлөвлөмөр ингээд танахаас өсөж гаргасан юм уу? Бид нар одоо энэ хашааг ингээд дарга нартаа бас хөргүүлсэн байгаа их торуулж байна. Тэгээд бид нар бас санхүүжилтийн асуудал хэцүү байна гэж шадлж чинээгээр авч өгнө. Тэгээд дахиад бас нэг сайн сэргээж авч чадахгүй байна шүү дээ. Энэ талын хэмжээгээр үлээ. Энэ 20-30 га болсон шүү дээ. Одоо уг нь 21 га байсан нийлээд 25 га мод тариалагдсан. Тэгээд ноёдол нь 5 га ийшээ тариалагдсан. Тэгээд тэр асуудал. Одоо энэ жил болгоно нэмээд тариалаад ах. Ургасан юу нь хэр вэ? Ургасан болохоор одоо нэг тэр 5 гад бол ерөөс уссангүй болоод модтонд бол ургуу. Наадын 21 га нь бол ургаж байгаа. Яг ургалт бол жоохон ууштай байгаа. Тэгээд усны асуудал маш хүндрэлтэй болоод байна. Усны асуудал. Усалгааны асуудлыг хариуцж буй мэргэжилтнээс мэдээлэл авахад усалгааны хэрэгсэл мөн хашаа нь удаан хэрэглэсний улмаас хуучирсан нь үнэн.
Үүнийг шийдэж өгөхийг холбогдох газруудад нь хүргээлсэн боловч одоо хүртэл шинжлэх асуудал хийгдэхгүй байгаа. Харин услагааны асуудал нь Өлгий сумын хот тохижуулалтын албаны услагааны зориулалтын машинаар усулж байгаа боловч 25 га талбайтай хашааны хойд талд хүрэлцээ муу учраас ургалт нь удаашрж байна. Гэхдээ тухайн хоёр хашааны модны ургалт нь 90-95% таа байгаа гэж мэдээлэл өглөө. Одоо та бүхэн мэргэжлийн ярианд анхаарлаа хандуулна. Бізде осы көпірдің ар жағында 6 баг 10 бақтың жерінде біреуі 25 гектар, біреуі 12 гектар жерде ағаш егілген. Бұл ағаш болғанда 2014 жылдан бастап егіліп пайдаға берген. Содан бері біз жауаптанып келе жатырмыз. Ал бұда қазіргі жағдаймен су мәселесі айтсақ, су мәселесі болғанда қазір Қобда өзенінің суының деңгейі өте төмен, су ары қарай қашып кеткендіктен біздің суаратын күштілігіміз болмай жатыр. Құдығымыздағы шаланқы жетпейді, су ары қашып кеткендіктен. Бірақ та оған қарап отырғанымыз жоқ, бізде өзіміздің Қобда өзеніне тура су сорғызып, тура сол ағаш еккен алаңға шашатын машинамыз бар. Сол машинамен шашып тұрмыз. Қазіргі алып жатқан шарамыз солай. Ал екіншіде 2014 жылы алғаш пайдаға беріп, бізге өткөріп бергеннен бергі керектеніп жатқан шаленкілер бәрі, сол кездегі шаленкілер, қазір оның бәрі тозығы жетіп, тозып тесілген жағдайда тұр. Оны енді ары қарай Сумын әкіміне, аймаққа көп мәселе қойғанбыз. Сумын әкімі де барып көрген, басшылар ауданда біліп отыр. Сол айланып қаражат жоқ, ақша жоқтықтан қазір шаленкі, ескірген шаленкілерімізді ауыстыра алмай, қалың тесік, оны өзімізше жамаған болып отырмыз. Бірақ та енді насостан шыққан суымыз жан жаққа кетіп, сол шаленкіміз ескіргендіктен жақсы суарамай жатқан жағдай бар. Бірақ та шамамызша суарып жатырмыз. Онда орман шаруашылығының жолымен сол жерге Мырзабек деген жігіт 5 гектар жерге ағаш еккен. Ол жерге алғаш еккенде біз андағы су жетпейді, су мәселесін шешіңдер, болмаса андағы құдық қазып беріңдер деген мәселе қойғанбыз. Оған олар бізге істейтін шаруамыздың ішінде құдық қазып су шығарып беретін бұған көрсетілмеген. Сондықтан біз тек қана ағашымызды ғана егіп кетеміз деп 2016 жылдары 5 гектар жерге ағаш еккен. Қазіргі оның еккен жері ескі Сәмірет болының ар жақ қашасының шетінде. Ал бізде екі қашаның ортасында бір насос бар. Сол кезінде сол екі қашаға жетеді деп тарылтып қойған бір насосымыздың сыртында енді 5 гектарды қайта қосып ағаш еккендіктен оған су жетіспей жатқан жағдай бар. Бірақ та өзіміз былтыр өз қаражатымызбен жай қолымызбен қазып құдық шығарғанбыз. Ол құдықтың қазір жұмыстайтын шамасы аз. 380-мен жұмыстайтын насосқа қарағанда киловаты аз болғандықтан, оның да су шығару шамасы аз болғандықтан, соңында егілген 5 гектардың ағаштары күтте өспей тұрған жағдай бар. Онда ол қашасында жағдай солай болып тұр. Және де алдында айтып кеттім, 2014 жылы пайдаға берілген бұл қашасымен бірақ өткеріп алдық дедім ғой. Сол кездегі қаша қазір. Оны жаңалайтын жаңа айтқандай қаражат жоқ. Ал өз шамамызша сол бұзылған тордарды жөндеген болып отырмыз. Бірақ та енді сырттан келген малдар болғанда ана ішіндегі шөбіне, алаңға кіру үшін, сол кіру үшін көптеп малдарын әкеп солай кіргізу жағын ойлайды. Кейде түнде бола ма, күндіз бола ма, сол торды әтейлеп ашып малын кіргізіп жіберетін көптеген жағдайлар туып жатыр. Ал кейбір малдар болғанда тура келіп үйреніп алған мүйізімен торды көтере салып кіріп кететін сондай қалың. Жайында тұрған торымызды бүлдіріп кететінде жағдай қалың. Айланып кеп торымыздың бәрі
ескірген, ол яғы стандартты әдемі тор сол кезде тартып бермеген, жай арзан бір сым темірмен тартылған тор. Қазір енді бір кітейім, нәрсе тиді бітті, үзіліп, құлап жатқан жағдай бар. Ол кісілерге де кімнің мал екенін анықтадық. Сол кісілеріне барып айттық, малдарыңызға ие болыңыздар, осындай жағдай болып жатыр, қашан бізді бүлдіріп жатыр деп бәрін түсіндіріп айттық. Ал айтқан кезінде ойбай үстіп қашадан шығып кетіпті, сөйтіпті, енді ие боламыз дейді. Қайтып ол айтқан нәрселерін орындамайды да, ертеңінде сол нәрселер қайта қайталанып отыр. Сол кісілерге айтып, соңында ешбір шара қолданбады ол кісілер. Сонымен оған ешбір шара жоқ, қазіргі жағдаймен келе жатырмыз. Өзіңіз басқа қосып айтатындарыңыз бар ма? Басқа айтар дегенде, енді жаңада айтып кеттім, 2014-тен бері қарайға міне 5 жыл, 6 жылға айланып бара жатыр. Сол кездегі беріп біткен жаңа қашадан тартып, насосымыздан тартып, чәліңкімізден тартып, бірақ ескіріп тозағына жетті. Бәрінің уақыты болған, жұмыстайтын уақыты болғандықтан, осыны енді ары қарай кіте жаңалап беру жағын сол басшыларға айтамыз, енді қаражат шығап берсе, біз ары қарай жұмысымызға кіте жеңілдік туар еді деген пікірдеміз. Қазірше енді шамымыз суарып жатырмыз. Ағашымыздың өсімі жақсы. Жылда күзде арнаулы комиссияда көріп тұрады. Қазіргі өсімі 90-95%-ге болады. Аймгийнхаа өн гүзэмжинд хөв нэмрээ оруулж буй А бүсийн цэцгийн мандал жил болгон 5 дугаар сарын эхэнд цэцэг тарьдаг байсан. Хэдий ч энэ жилийн цаг агаарын байдлаас шалтгаалж тухайн цэцэг тарих ажиллагаа 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хийгдсэн байна. Одоогийн байдлаар цэцгийн мандлыг услах ажиллагаа хийгдэж байгаа бөгөөд харин ард иргэд тэжээж буй өхөр ямаага эзэн болж хотын төвөр буюу А бүсэд оруулахгүй байх. Хэрвээ А бүсэд орж ирсэн малыг өлгий сумаас томилсон холбогдох хүмүүс нь хашаандаа оруулж эзэнд нь торгуул тавьдаг болсныг холбогдох мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Жылда 5 айдан бастап осы көшені гүлмен безендіру туралы жұмыстар атқарып жатырмыз. Жылда 5 айдың 20-сынан бастап егуге тиістіміз. Оғын уақыты болғанда 5 айдың 1-нен бастап егуге тиістіміз. Оға мына күн суық болып, ауа райы жағдай болмай, енді осы 15-нен бастап гүліміздің бәрін ектік, егетін жеріне. Барлығы 1200 метр квадрат жерге гүл ектік. Гүл еккенде гүлдің ішін гүлдерді болғанда Қытай елінен әкеп егіп тұрамыз. Ол қалайша Қытай елінен әкеп тұр дегенде, біздің ауа райымыздың жағдайына сәйкес ұрықтарды со жақтан таңдап әкеп егеміз. Әйтпесе албаты ұрық әкелсең, өз ауа райына тармай өспей қалатын жағдай бар. Қазір ұрықтың 4 түрін әкеп ектік. Қазір енді егіліп болдық. Енді су мәселесі де шешіп алдық. Қазір енді су жұмысы басталып кеткен. Екінші халыққа айтарымыз, мына еккен жұмыс шаруамызды өте зая кетіп жатыр. Қалың сиырге басып жаншып кетіп жатқан жағдай бар. Екінші мына орталық алаңдағы еккен жерлерге ар бер жүрген ойыншықпен ойнап жүрген балалар, ар бер жүрген жүргіншілер еккен жерімізді басып жаншып бүлдіріп жатқан жағдай бар. Осы жағынан халық айтарым, енді осы жағынан кіте назар аударып біздің жұмысқа зиян келтірмей көмектесіп жағын ойластырсаңыздар қалай болады деген айтудамын. Енді қазір міне көріп тұрсыздар, мұнда мына кісі баспау үшін жібімізді бүйтіп қоршақ қойғанмен, бұны үзіп қазған қазығымыздың бәрін суырып алып кетіп сүтіп тұрған жағдайымыз бар. Ал енді осы халықпен бірдей осының бәрін біздің жұмысқа көмектесіп, ана қалың сиырды жеп жатқан жерінен кітей айдай сап деген секілді сондай жұмыстарға көмектесіп тұрса, біздің жұмысымыз одан ары қарай жақсарып кетеді деп ойлаймыз. Ал екіншіден мына көшеде жүрген сиырдарды реттеу, соны мына гүл шөптерді жегізбеу үшін
Соған 2 кісі шығарып жатырмыз. Осы 2 кісілер сиырдарды, иесі жоқ сиырдарды өз арнаулы қашасы бар. Соған қамап, өзіне тиісті штрафтарын төлетіп отырады. Сондықтан сиырдарыңызға ие болыңыздар демекпін халыққа. Бұның топырақ қалай? Жылда топырағын сіздердің біздің білуімізше қопарып, жаңадан топырақ әкеп төгетін сияқты сезілген. Биыл қалай істедіңіздер? Биыл болғанда мынаның топырағы, қара топырақты бір салып алғаннан кейін оны қайта-қайта өзгертпейміз. Бұрынғы топырағымен егіледі. Ал енді басқадай кітей топырағын құнарту үшін тоңазқы орда дейді ғой енді, тыңайтқыш және көң араластырып топырағын кітей жөндедік. Ал екіншіде бұл топырағын болғанда жылда босатып жөндеп тұрамыз. Бұл әгі олын асты дейміз ғой, ондай шөп емес, бұны жылда топырағын босатып егіп тұратын шаруадар. Жылда осы жұмыстар қайталанып тұрады. Өнөөдөр Мерсикор олон улсын байгууллага Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд, Ховд их сургуулийн Баяуулын аймаг дахь салбар сургууль, Ус агруу орчны шинжилгээний газар, Хөгс эрхийн нурны улсын тусаа хамгаалалттай газар, хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудыг эко сургууль олон улсын хөтөлбөрт хамруулах зорилго бүхий сургууль зохион байгуулж байна. Сургуультанд ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 сургуулийн удирдлага багш сурагчдаас бүрдсэн 100 гаруй хүн оролцлоо. Эко сургууль хөтөлбөр нь хүүхэд залуусыг хүрээлэн буй орчноо сонирхон судалж, идэвхжүүлэн хамгаалахад оролцох боломжийг олгох сур болж өгдөг байна. Энэхүү хөтөлбөр нь анги танхимаас эхлэн сургуулийн хэмжээнд өргөжөж улмаар орон нутгийн түвшинд хүрээгээ тэлэн эерэг өөрчлөлтийг бий болгоход чиглэгдэнэ. Сургуулийн гол зорилго нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 2, 3, 4-р сургууль, Бугад, Тоолов, Ногоонуур, Дэлгүүн сумын, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р сургууль, Улаангус сумын 1, 2-р сургуулиуд хичээл сургуулийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулан сургуулийн оролцоонд тулгуурлаж тэдний идэх санаачлагыг дэмжих замаар хүүхэд залуусыг тухайн орон нутгийн нийт иргэдэд тогтвортой хөгжлийн талаар ойлголт, мэдлэг эзэмшүүлэх, байгаль орчин ээлтэй зөв дадал хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн олон улсын хөтөлбөрүүдийн 1-р шатны сургалтанд хамрагдахад оршиж байна. Монгол улсын байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон 2018 онд батлагдсан тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор манай аймагт анх удаага энэ эко сургууль хөтөлбөрийн сургалтыг эхлүүлж байгаа. Энэ эко сургуулийн хөтөлбөрийг бол олон улсын эко сургуулийн сүлжээний байгаль орчны мэдээллийн төвийн сургагч багш нар энэ хичээлийг зааж байгаа. Энэ тус сургууль нь манай аймгийн төвийн 1, 2, 3, 4-р сургууль болон хөдөөнөөс Тоолбод, Дэлгүүн, Улаангус, Согоогийн дунд сургууль болон Ногоонуур, Улаангус сумдууд гэд нийтдээ 9 сумын 100 гаруй сурагч багш сургуулийн удирдлагууд оролцож байгаа. Тэгээд энэ эко сургуулийн бас зорилго нь гэх юм бол тухайн хүүхдүүдийг анги танхимаас эхлээд сургууль, цаашлаад сум, аймаг, улсын хэмжээнд энэ байгаль орчны хамгаалах асуудал дээр бас хамтран ажиллах чиглэлээр мөн байгаль орчинд ээлдэг хүүхдийг төлөвшүүлэх зорилгоор хийж байгаа. Энэхүү үйл ажиллагаа аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар болон Монгол Алтай нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар бас хамтарч хэрэгжүүлж байгаа. Мөн энэхүү сургуульд мэрэгжлийн байгууллагууд болох байгаль орчин аян төслийн газар, Цагуур орчин шинжилгээний газар, Хөгс эрхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар, мөн боловсрол соёл урлагийн газар гэдэг энэ хүмүүстэй бас хамтарч цаашдаа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр хамтарч ажиллаж байгаа. Энэхүү сургуульд маань 3 үе шаттай байдаг. Тэгэхээр бол энэ эхний шатын сургууль байгаа. Тэр энэ эхний шатын сургуульд нь болсны дараагаар нь даалгавар өгдөөд нөгөө тухайн сургуульдаа нөгөө хийх ёстой ажлуудаа хийн гэсэн. Тэг хийсний дараагаар нь 2 дугаар шатны сургуульд болно. Тэгээ 2 дугаар шатны сургуулийн дараа 3 дугаар шатны сургуультад энэ бас нөгөө шагналтай гэсэн хөрөл гэргээ, мөнгөн гэргээгээд сүүлдээ ногоон туг бас авна гэсэн. Тэгэхээр ногоон туг авснаар бид нөгөө олон улсын эко сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдаад игнэн жагслаа гэсэн үг байгаа. Тийм учраас бас дараагийн сургуультад давхар явагдана гэсэн үг.
Өнөөдөр олон улсын эко сургууль хөтөлбөрийн хүрээнд энэ Баян Улгийн аймагт бид нар ирж ажиллаад байна. За яг өнөөдрөөс эхлүүлээд энэ Баян Улгийн аймгийн 10 сургууль дэлхийн одоо эко сургуулиудын сүлжээнд одоо ингээд нэгдэж ингэж хамтдаа ингэж энэ өөрчлөлтийн энэ давлгааны нэг хэсэг болж ингэж одоо орж ирж байна. Ер нь эко сургууль гэдэг нь яг ямар сургууль гэдэг вэ гэхээр бүгдээр хамт оролцоотойгоор ер нь дэлхийн нийтийн бол улс орныхоо доктортой хөгжлийг дэмжихэд энэнийг энэ олон талаас нь байгаль орчин талаас нийгэм эдийн засаг талаас бид нар ямар оролцоотой байх вэ гэдгийг одоо сургуулийнхаа соёл, сургуулийнхаа менежмент үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа ийм сургуулиудыг бол эко сургууль гэж нэрлэнэ. Эко сургууль хөтөлбөр тухайн сургууль дээр хэрэгжсэнээр одоо байгаль орчны стандарт ISO 14001-ийн одоо энэ аргачлалууд сургууль дээр одоо бий болж ирдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ сургууль маань яаж эрүүл аюулгүй ногоон орчин бүрдүүлдэг сургууль юм бэ гэдгийг өөрсдөө үнэлэх. Эннийхээ дагуу одоо ямар нэгэн дутагдaltaй асуудлуудаа одоо багш сурагчид эцэг их маань хамтраад өөрсдөө энэ сургуулийнхаа эрүүл аюулгүй ногоон орчныг бүрдүүлэхийн төлөө ингэж ажиллаж идэг. Ийм одоо онцлогтой байгаа. За улмаар энэ одоо сургуулиуд маань өөрсдөө одоо хашааныхаа хүрээнд өөрийнхөө орон нутгийнхаа хүрээнд өөрчлөлтийг хийх улмаар одоо дэлхийн хэмжээнд одоо дуу хоолойгоо гаргах ийм одоо үе шаттайгаар хүрэл гэрээгээ одоо мөнгөн гэрээгээ ногоон туг хүртэл ингэж одоо 3-5 жил тасралтгүй ажиллагаа байдаг ийм одоо хөтөлбөр байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлүүлээд энэ одоо Баян Улгийн сургуулиуд маань энэ үйл ажиллагаанд нэгдэж байна. За ингээд эхэлсэн өдрөөс одоо хойш ингээд 3 жилийн дараа одоо Баян Улгийн аймагт анхны олон улсын эко сургуулиудын ногоон туг одоо гардах сургуулиуд гарч ирнэ гэдэгт бид найдаж ажиллаж байна. Next Electronics худалдааны төв нь хаврын хамгийн анхны урамшуулалт цуглаатай нээлттэй худалдаагаа 5 дугаар сарын 13-наас 19-ний хооронд ердөө 7 хоногийн турш зохион явуулсан билээ. Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд Аздангаа тодруулж Сувбер Аздан тос сурагч мөн хагас угаалгын автомашин тустаас хожсон байна. Цуглаанд агааршуулагч, будаагшаагч 40 инчийн зурагт туус байсан бөгөөд тухайн цуглааны үеэр дуудлага худалдаа зохион байгуулж 29,900 төгрөгийн ус буслагчийг ердөө 11,500 төгрөгөөр худалдаасан байна. Шинэлэг шинэ брендийг зөвхөн Next Electronics-ийн салбар та бүхэнд хүргэж авах болно. Хаяг Самбагаров нэг супермаркетын 2 дугаар давхарт байрлаж байна. Next Electronics. Манай Next Electronics-ийн 2019 оны хаврын Expo 2019 худалдаа маань 7 хоногийн турш үргэлжлээд өнөөдөр 5 Аздангаа тодруулаад дуусч байна. Энэ 7 хоногийн дотор манайхаас худалдаа авалт хийсэн та бүхэнд баярлалаа гэж хүсье. Дахиад манай Next Electronics-оор үйлчлүүлэхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эндээс 7 хоногийн өмнө зохион байгуулсан Next компани Expo оролцоод 2 сая төгрөгийн бараа хөтлөж авсан. Бид өнөөдөр цуглааны Аздан тодруулах юм юмд орж ирсэн. Тэгээд ирээд 2 одоо цуглааны Аздан болж тодорсонтой баяртай байна. За та бүхэн Next компанид ирж хүчлээрэй. Next компанид баярлалаа. Амжилт. За өнөөдрийн мэнд хүргэе. Энэ 7 хоногийн өмнө зарлагдсан Next Electronics компани юунд Expo худалдаанаас 1000 хэдэн төгрөгийн бараа таваар аваад өнөөдөр Аздан болж байна, телевизээр харж байна. Хоёрхан ирээд бид нарт үйлчилж байгаараа баярлалаа. Энэ хүрээд манай мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. Дараагийн хөтөлбөртөө иргэн уулзлаа баяртай үзэгчдээ.